Сәлеметсіздер ме, құрметті дәрігер жолдастар, сіздермен дәрігер Данияр Асқарұлы. Бүгін біз органикалық химияның бірінші сабағында бақылауда келетін сұрақтарға разбор жасайтын боламыз. Енді 6 жылдан бері осы салада жұмыс жасап жүргеннен кейін, әдетте менің тәжірибем бойынша органиканың алғашқы сабағын всегда Teams'пен алатын. Одан кейін екінші, үшінші сабақтан бастап кейбір студенттерге Teams болады, кейбір студенттерге билет болады. Сол себептен де бүгін біз Teams сұрақтарын талдайтын боламыз. Бұлардың барлығы осы бақылауда келген есептер. Жақсы. Менімен танысып шықсаңыздар болады. Мен дәрігер реабилитологпын, достар. 2021 жылы Турцияда жалпы хирургия бағыты бойынша оқып қайтқанмын. Так, 2 метил бутан молекуласында біріншілік көміртек атомы қанша? Қараңыздар, достар. Көбісі біріншілік көміртек, екіншілік көміртек дегенді жақсы біледі. Сөйтеді, бұл сұраққа менсінбей қарайды. Сөйтіп көбісі бал жіберіп алады да. Енді қараңыздар, достар. Мысалы үшін 2 метил бутан молекуласы деп тұр. Астына 2 метил бутаны жазып қойдым да. Біріншілік көміртек атомы қанша дейді? Қараңыздар. Біріншілік көміртек деп отырғанымыз не еді? Өзінен басқа бір ғана көміртекпен байланысатын көміртектерді айтатын едік. Мысалы үшін мына SH3-міз өзінен бөлек тек бір ғана көміртекпен байланысып тұр. Одан кейін мына SH3 және мына SH3 та. Көрдіңіздер ғой? Осы үшеуі бізде біріншілік көміртек болып тұр. Ал мына SH2 деп отырғанымыз өзінен басқа екі көміртекпен байланысып тұрғандықтан ол екіншілік болады. Ал мына SH деп тұрған көміртектегі екінші көміртек, ол бізде үшіншілік көміртек. Себебі өзінен бөлек үш көміртекпен байланысып тұр. Мына жерде студентіміз 3 деп дұрыс жауапты белгілеген. Енді қараңыздар, достар. Мысалы үшін мынау төртіншілік көміртек, себебі өзінен бөлек 4 көміртекпен байланысып тұр да. Ал мынау ше? Мынау төртіншілік көміртек бола ала ма? Жоқ, достар, бұл төртіншілік көміртек бола алмайды, бұл екіншілік көміртек болады. Себебі өзінен бөлек тек қана екі ғана көміртекпен байланысып тұр. Ал сутек хлор деген байланысып тұр, бірақ олар сан алмайды, достар. Жақсы, тек көміртекпен байланысын ғана санаймыз, достар. Қосылыс органикалық заттардың қай классына жатады дейді. Қараңыздар, SH3, SH2O, SH2, SH3 деп тұр. Демек, екі жағында екі этил радикалы орналасқан, ортада оттек. Бұл бізде жай эфирлер. Диэтил эфир деп атаса болады. Мына жерде басқа да топтардың функционалдық топтары берілген. Так, одан кейін кеттік. Брэнстен-Лоури бойынша негіздер дейді. Енді қараңыздар, достар, Брэнстен-Лоуридің теориясын сіздер органикалық химияда протолиттік тепе-теңдік деген сабақта өткен болатынсыздар. Ол сабақта енді сіздер сол негіздерге бір анықтама бердіңіздер, қышқылдарға бір анықтама бердіңіздер. Бұл нәрсені органикада тағы да бір қайталайсыздар, достар. Жалпы Брэнстен-Лоури бұл бізде протолиттік теорияны негізін қалыптастырған еді. Яғни протолиттік деген сөз не еді? Неден шыққан? Ол бізде протон деген сөзден шыққан еді. Яғни протон дегеніміз не еді? Бұл бізде H еді, мысалы үшін. H+. Яғни осы бізде протон болып саналатын еді. Осы протон бізде кімде бар, сол қышқыл болып саналады. Кімде жоқ және оны қабылдай алады, ол бізде негіз болып саналатын еді. Жақсы, өзінде бар адам ғана бере алады. Яғни өзінде сутегісі барлар, яғни протоны барлар, ол бізде қышқыл болып саналады. Оны қабылдайтындар негіздер. Яғни мына жерде студентіміз бізде қателескен, мына жауап қате. Дұрыс жауап мынау. Протонды қабылдауға қабілетті бейтарап молекулалар немесе иондар деген жауапты қабылдайды екенбіз. Жақсы. Так, әрмен қарай кеттік. Ең күшті қышқыл дейді. Ең күшті қышқыл. Қараңыздар, достар, бізде қышқылдық ПК деңгейімен есептеледі. ПК деңгейі неғұрлым төмен болған сайын, оның қышқылдың күші күшті болады. Және керісінше, жоғары болған сайын ең төмен болады. Бұл жерде енді қараңыздар, бізде ПК деңгейімен беріп қойған, бұл өте оңай белгілеуге. Екінші сұрақ бар, осыған ұқсайтын ең күшті қышқыл белгіле деп келеді, бірақ ПК деңгейі берілмейді. Көбінесе ол сұрақтар рубежный контрольда келеді, достар. Біз жыл сайын рубежный контрольны дайындаймыз, сол кезде осы сұрақтар жиі кездеседі. Жақсы. Мына жерде фенол дегені дұрыс, бірақ егер ПК деңгейлер кездеспейтін болса, мына кестеге жақсылап қарап, осын жаттап алыңыздар. Көбінесе осы этанол, су, фенолды салыстыр деп келеді. Жақсы сұрақтарда. Ең күштісі мына жерде фенол болып тұр. Біріншілік аминдерді салпалық анықтауды қолданатын реактив, ол бізде HNO2, студентіміз дұрыс белгілеген. Қараңыздар, бұл реакция бізде біріншілік аминнің дезаминденуі деп аталатын реакция. Және де міне бірінші тұрған реакцияны көріп тұрсыздар ғой. Осы реакция. Және соңында қараңыздар, міне өнім ретінде N2 газы түзіліп жатыр. Осы N2 газына қарап, біз осы біріншілік аминнің әрекеттескенін біле аламыз. Сол себептен де ол сапалық реакция. Хорошо. Біріншілік аминдер келгеннен кейін сұрақта екіншілік және үшіншілік аминдердің әрекеттесуі келеді, достар. Екіншілік аминдер әрекеттессе бізде нитрозамин, үшіншілік аминдер HNO2 мен не істемейді, реакцияға түспейді екен. Келесі реакция химиялық реакциялардың қандай түріне жатады дейді.
осындай екі реакция беріп қойып тұр. Екеуінде де қараңыздар, мына жерде кофермет А ацетатқа жалғанып тұр, ал мына жерде H6 кофермет А-ның өзін беріп қойған. Көріп тұрсыздар ғой, енді қараңыздар достар, бұл жерде бізде ацилдеу реакциясы болып жатыр. Себебі H6 кофермет А қосылып жатыр екеуінде де. H6 кофермет А бұл бізде ацил топтарын тасымалдаушы кофермет болып табылады. Және ол әлсіз қышқылды қасиет көрсетеді. Сол себептен де біз оны ацилдеу реакциясы деп айта алады екенбіз. Хорошо, студентіміз қателескен, декарбоксилену деп. ЮПАК номенклатурасы бойынша қосылыс қалай аталады? Бұл жалпы бұл жерде өте бір қулық сұрақ бар. Бұны 6 жылдан бері химия кафедрасы қолданып келе жатыр. Және 6 жыл бойы студенттер балынан айырылып жатыр достар. Қараңыздар. Мынандай реакция беріп, мынандай бір қосылыс беріп қойған. Енді не істейді? Біз оны атау үшін 1, 2, 3, 4, 5 пентан деп санайды да. И мына жерде қара, мынаны радикал, мынаны радикал деп санайды достар. Сөйтеді, анау соңында пентаны бар жауапты, мына 2 пропил, 3 метил пентан деген жауапты белгілеп жүреді көп студенттер. Бұл өте үлкен қателік, бұл рубежный контрольде өте көп келеді мұндай сұрақтар. Қараңыздар, мына ең бірінші не істейміз? Бұл сұрақта жақшаны ашамыз бірінші. Саш3-тен 2 болып тұр. Міне, Саш3-ті 2 бөлек жазып қойдым. Жақшаны аштым. Енді жақшаны ашқан кезде формула былай болды. Енді қараңыздар достар, мен сызайын. Так, қызылмен сызайық. Ұзын тізбекті табамыз. ЮПАК бойынша атау үшін ең бірінші ұзын тізбекті табу керек. Ұзын тізбек мынау ма? Или осы ма? Так, өшіре салайын. Өшіргішіміз қайда кетіп қалды? Вот. Или мынау ма? Қараңыздаршы, қайсында көбірек сан? Бұлай 5 болды, ал бұлай 3, 4, 5, 6 болып тұр. Бұлай санасаң да, бұлайнан кетіп қалсаң да, мысалы үшін да, бұлай кетіп қалсаң да, тоже 6 болады. 3, 4, 5, 6. Яғни біз қарасақ, ең ұзын мүмкін болатын тізбек, ол нешеу екен? Ол әрине 6 екен. Сол себептен де біз гексан деген жауап болу керек соңында. Хорошо? Гексан деген жауап болу керек. Енді мына жерде қарап отырсақ, бізде гексан деген варианты бар. Мынау пентан болып тұр, мынау бізде гептан болып тұр, ал мынау бізде пентан болып тұр. Сонда бізде 2 қана вариант қалады екен. Көрдіңіздер ғой, уже аналардың барлығы атпадат етіп кетті. Енді кеттік достар. Так, енді қараңыздар, ары қарай біз не істейміз? Енді қараңыздар, мына ұшынан ұстаймыз, және мына ұшынан ұстаймыз да, бұны түзулейміз достар. Ең ұзын тізбекті былай жазып аламыз. Сол кезде біздің мына формуламыз бізде мынандай күйге айналады. Мен ештеңені өзгерткен жоқпын. Негізі мына қосылыс бастап кезде мынандай қосылыс. Просто әдейі алдау үшін сіздерді көз бояушылық жасау үшін осылай бет түрлендіріп қойғанда сіздерге, чтобы сіздер оны пентан деп ойлап қалу үшін. На самом деле ол бізде гександық қосылыс. Түсінікті? Енді санаймыз. Біз қай жағынан бастап санайтын едік? Тармақталу қай жағына көбірек, сол жақтан бастап санайтын едік. Бірінші көміртек 2, 3, 4, 5, 6. Енді яғни 2, 3, 4-те бізде метил радикалдары тұр. Демек 2, 3, 4, 3 метил гексан. Жақсы? Осындай бізде қосылыс болады екен. Так, әрмен қарай кеттік. Так, біздің келесі сұрағымызда жай эфирдің түзілу реакцияларына жатады деп берген. Студентіміз 2 реакцияны белгілеп қойған екен. Бұл 2 реакцияда өте дұрыс, басқа қосымша белгілейтін нәрсе жоқ. Көп жауаптылық бар еді, осы екеуін белгілейсіздер. Себебі, қараңыздар, осы реакцияны мен жазып қойдым до конца. Екеуінде де жай эфирлер түзіліп жатыр. Біреуінде метил эфир, метил-этил эфир, екіншінде диметил эфир. Хорошо? Ешқандай да қиындық жоқ. Так, коламин молекуласында топтардың қайсысы ЮПАК алмастыру номенклатурасының ережелеріне бойынша қосылыс атауында суффикспен аяқталады. Енді қараңыздар достар, бізде суффикс және префикс дейтін 2 түрлі түсінік бар. Бұлардың барлығы аралық бақылауда келеді. Даже міне аралық бақылауда келген сұрақты да дәл осындай сұрақты енгізіп қойдым мен. Енді қараңыздар, суффикс деп отырғанымыз не? Бұл атаудың соңында тұратын бөлігі. Бұл ең маңызды функционалдық топ. Соның суффикс болады. Ол бірақ соңында тұрады. Ал префикс деген бұл атаудың басында тұратын нәрсе. Ояда орыс тілінің грамматикасында өттік қой. Бірақ ол екінші дәрежелі функционалдық топ жатады. Мысал үшін, қараңыздар, 2 аминоэтан сульфон қышқылы дейді. Сульфон қышқылы. Бұл жердегі сульфотоп, бұл бізде суффикс. Себебі бұл негізгі топ.
Ал басында тұрған, міне амино деп тұрған, бұл бізде префикс болып саналады, себебі ол бізде екіншілік топ болып саналады. Жақсы. Мына жерде сондай қалай? Бұл жерде қалай? Мысалы үшін қараңыздар, суффикспен тұрған нәрсе ол бізде қай топ? Анықтаңыздар. Хорошо? Мен сіздерге нақты ережесін бердім. Жақсы. Мына жерде студентіміз ол деп белгілеп қойған екен. Ол деген жауап дұрыс па, дұрыс емес па? Соны ойланып көріңіздер. Жақсы? Мына ережеге сәйкес. Так, кеттік. Қосылыстарға қатысты келтірілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс дейді. 3 қосылыс беріп қойған. Спирт беріп қойған, фенолды беріп қойған және де қышқылды беріп қойған екен. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде екінші және үшінші қосылыстар сілтемен әрекеттесуге қабілетті дейді. Бұл жауап дұрыс, яғни студентіміз дұрыс белгілеген. Екеуі де бізде сілтемен әрекеттесе алады. Жақсы. Екінші қосылыс және бірінші қосылысқа қарағанда күшті қышқыл болып табылады. Яғни фенол этанолға қарағанда күштірек болады қышқылдық қасиет. Біз бағана мен сіздерге кесте көрсеттім ғой, сызба, да? Сол кезде де біз білеттік, Және мына жерде үшінші жауапты тоже қосамыз. Бірінші және үшінші, 1, 2, 3 қосылыстары OH Бренстендтің қышқылдары дейді. Бұл да дұрыс. Жақсы, бұл да дұрыс. Себебі Бренстендтің қышқылдары болатын себебі оларда протондар бар, достар. Енді достар, қараңыздар, бізде 8 наурыз мерекесі болып жатыр. 8 наурыз мерекесіне байланысты 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші наурызға дейін, осы наурыздардың аралығында 30% жеңілдік жүріп жатыр органикалық химия курсымызға. Және де әрбір студентке, жаңағыдай лотерея емес, әрбір студентке Золотое яблоко деген бізде косметика сататын магазин бар, бренд. Содан сертификат береміз. Әрбір студентке береміз бұны. Золотое яблоко деген осындай карточка болады, соны біз сыйға береміз әрбір студентке. Бұл карточка сізге рандомно түседі, әртүрлі. Оның ішінде кемінде 2000 теңгеден бастап максимум 15 000 теңгенің аралығындағы сумма болады. Өзіңіз біреуін таңдайсыз, қандай сумма түседі, сол сумма сіздікі болады. Сіз барып косметика сатып алсаңыз болады. Жақсы. Енді осы қыздарымызға арнап осындай бір мерекелік көңіл күй үшін осындай жеңілдіктер қарастырып жатырмыз. Міне 30% жеңілдікпен біздің 35 000 теңгелік курсымыз 24 500 теңге бар. Яғни 24 500 теңгені төлейсіз, 2 ай оқисыз бізде, достар. Жақсы. Бөж есептерін шығару жолын береміз. Конкретно сапалы түрде оқытамыз. 6 жылдан бері оқытып келе жатырық. Және де бізде мотивациялық интенсив болады. Оны біз тауға, бір жақсы бір мықты тұлғамен тауға шығамыз. Және есептеуге есептерін шығару жолы беріледі. Жақсы. Және менен әрине кері байланыс болады. Егер толық төлей алмайтын болсаңыз, жеңілдікті сақтап қалу үшін, жаңа Золотое яблоко карточкасын алу үшін деген секілді 2000 теңге бронь жасап қойсаңыз болады. Бронь ақысы бірақ қайтарылмайды. Сол үшін алмаймын деп қалсаңыз да. Бірақ егер толық төлеп жасайтын болсаңыз, 2000 теңгеңізді курстың ақшасынан шегеріп қаламыз. Жақсы, бронь жасағаныңыз үшін. Мынау менің реквизитім, осы ақы төлем жасайсыз. Төлем жасағаннан кейін чекті мына нөмірге жібересіз, достар. Тек жеңілдік 12 наурызға дейін ғана, достар. Одан кейін все. Жақсы. Өткен жылы мына менімен дайындалғандар, менің курсымды алып оқығандар, қараңыздар, қанша алып шығып жатыр? 100 алып шығып жатыр. Пожалуйста, Алмагүл апайда оқитын студентіміз. Міне мысалы үшін 90 алып жатыр, РК-да 93 алып жатыр, 97 алып жатыр, міне, пожалуйста. 96, 95 алып жатыр, міне, Али апайдан. Тағы не? 93 алып жатыр, міне. 96, 98, 93 алып жатыр. 100 алып жатыр, міне, Алмагүл апайдан. Пожалуйста, достар, келіңіздер, қатысыңыздар, біз сіздерді күтеміз, достар. Бір айта кететін нәрсе бар. Көп студенттер мынау рубежный контрольдің біз дайындығын жүргіземіз да, курс болады, мини курс. Соған кеп қатысқысы келеді да, арзан болған үшін. Бірақ органикалық курсты алғысы келмейді да. Прям қымбат емес енді да. Бірақ РК дайындығына қарағанда әлдеқайда қымбат қой енді. Да, 2 есе қымбат та. Бірақ достар, естеріңізде болсын. РК-дан сен мысалы үшін біздің РК дайындығымызға қатысып, мысалы үшін біз органиканың РК-сына дайындық жүргіземіз жақындаған кезде РК. Соған қатысып біздің дайындығымыздан 100 алсаңыз да, егер де оған дейінгі сабақтарыңыз төмен болса, ойырдыңыз төмен болған болса, ол сізді құтқармайды, достар. Стипендиядан құлап қаласыз, летоға қалуыңыз мүмкін. Егер платный студент болсаңыз, грантқа ауысу дегенді ұйқыңызда көресіз ғой, түсіңізде ғана. Жақсы. Сіздердің негізгі мақсаттарыңыз қазір ол летоға қалып кетпеу, себебі ол плюс 600 000 теңге шығын болады сіздерге. Еще каникулда демалмай қаласыздар сіздер. Басқалар демалып жүргенде сен Асфендиярдта химия оқып жүресің басынан бастаған, органикадан бастайсың еще. Нөлден бастайсың. Еще қайтадан рубежка, қайтадан екінші рубежка сессия дегендерді қайтадан тапсырасың да. Еще плюс сенің қазіргі мақсатың не? Ол грантқа ауысып кету. Платныйдан грантқа ауысып кету. Өйткені жазда ертең қаншама гранттың студенттері құлайды, гранттың орындары босайды. Соған ауысып кетсең, сен плюс айына 85 000 теңге стипендия аласың, ай сайын да, жазда да аласың даже. И плюс сен
2 миллион теңге төлемейсің. Мақсат негізі сол болу керек. Сол үстінде достар, ORD-ны көтеруіміз керек. Жақсы.